Сонымен алғашқы раунд 6 раундқа жоспарланған жекпе-жек қадірмен көрермен айта кетейік тағы да бұл супер лайтвейт салмақ дәрежесі, яғни 63 келіге дейінгі салмақ. Алғашқы раунд Илья Калинин қазір қарсыласты. Бұрышқа тақады. Бірінші номермен жұмыс істеуде. Отандасымыз қорғанысы жаман емес. Мінекей қарсыластың соққыларын қолмен жақсы қайтара алды. Ішке жақсы бір соққы дартқан еді, бірақ дөп тиген жоқ. Мінекей Елнұр Мамадов та ішке бір соққысын дарталды. Джеб тамаша. Илья Калинин оны бүйірден мінекей алғашқы жойқын соққы және алғашқы нокдаун тіркелді бұл жерде. Илья Калинин, бұл жас болса да өте тәжірибелі бұлғар қолғап шебері. Біздің еліміздегі осы Қазақстан чемпионатында үздіктер қатарынан көріп жүрген боксшы. Бір ғана соққымен қазір қарсыласты есеңгіретіп алды. Енді әрмен қарай жалғастыру керек. Дәл осы қарқында еш аяудың қажеті жоқ. Мүмкіндік беріп жүрген секілді қазір Илья Калинин қарсыласқа. Енді бар шеберлігін көрсетіп ойнап шығатын секілді қазір Илья Калинин. Шамасы осы бір алдыңғы қолмен жақсы бір есеңгіретіп алуды көздеп жүрген секілді. Илья Калинин тек қана алдыңғы қолдың соққысымен қазір басымдықты соған қояды. Джеб не? Әлі айықпаған секілді жаңа соққыдан Елнұр Мамадов. Мінекей оверхенд соққысы Мамадовтың орындауында. Дегенмен қорғанысқа тиді бұл соққы. Сонымен соңғы секундтар қазір осылайша алғашқы раунд аяқталатын секілді. Бір ғана жойқын соққыны көрдік және сол соққымен Илья Калинин қарсыласты нокдаунға жіберді. Одан кейін бір өткір шабуылдардың куәсі бола алмады өкінішке орай. Сонымен уважаемые дамы и господа, турнир РТ Промоушенс проходит при поддержке нашего генерального партнера букмекерской компании Алимбет. Алимбет номер 1 в Казахстане. И у наших партнеров проходит грандиозная акция Нитро Кэф, где главный приз это новенькое спортивное купе. Подробности ищите на сайте alimbet.kz. Акция проводится в информационных целях без призыва к участию в азартных играх. Алимбет РТ Промоушенс. Партнерство силы духа и победой! И пока что боксеры готовятся выйти во второй раунд, мы хотели бы озвучить, что сегодня от наших партнеров компании Алимбет на арене проходит розыгрыш современного смартфона. Узнать детали и принять участие можно у Алимбет Girls. Они ждут вас на главном входе Балуан Шолака. Итоги подведем перед главным боем прямо в ринге. Не упустите стать частью сегодняшнего шоу и забрать крутой приз от компании Алимбет. Сонымен де екінші раунд мінекей. Тамаша тағы да сол жерден жойқын соққысын дартты Илья Калинин. Енді тұрмайтын секілді. Елнұр Мамадов өте ауыр соққы өткізіп алды. Қазір төреші өте дұрыс шешім қабылдағанда, әрмен қарай жалғастыра алмайтын көрініп тұр. Елнұр Мамадовтың бүйірден бір ауыр соққы дарталды. Илья Калинин осылайша мансабындағы екінші жеңісіне қол жеткізді және екінші нокаут тіркеді. Нокаут.
Сонымен бізге қазір жеңімпаздың есімін жариялау керек. Ринг анонсер мырза. Уважаемые дамы и господа, рефери этого поединка Максан Асанов остановил бой во втором раунде на 10-й секунде, тем самым нокаутом победу одержал Илья Калинин. Аплодисменты его сопернику Эль Нурмагомедов.